Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 7-ші сынып физика сабағының 4-ші тоқсан бойынша БЖБ-3-ті талдайтын боламыз, яғни жер және ғарыш бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бұл жерде бізде 3 тапсырма берілген. Тапсырмаға көшпес бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіз бұл мен үшін өте маңызды. Осылай сіз маған өз қолдауыңызды білдіре аласыз. Сонымен қатар әр шыққан видеоларға белсенділік көрсетсеңіздер, алдағы уақытта 7-ші сынып сабақтары, БЖБ, ТЖБ және де сабақтар толықтай шығарылатын болады. Бірінші тапсырмаға оралайық. Бірінші тапсырмада бізде жер және айдың орбиталары дұрыс көрсетілген гелиоцентрлік жүйені көрсетіңіз деген, яғни берілгенде. Бұл жерде бізде 4 вариант көрсетілген: А, В, С, Д. Қарасаңыздар, гелиоцентр жүйесі бойынша күн ортасында тұру қажет. Яғни осы 4 вариантқа қарасаңыздар, бізде В және Д варианттары қарасаңыздар күн ортасында емес, шетінде айналып жүр. Яғни В және Д нұсқалары бұлар дұрыс емес. Енді бізде қалған варианттар А және С варианттары қалды. Бұл жерге қарасаңыздар, күн ортада тұр. А вариантында күн ортада тұр. Яғни жер мен ай күнді айналып жүруде. Бұл жерде де дұрыс емес. Негізгі не себепті дұрыс еместігі, яғни бұл жерде жердің серігі ай болғандықтан, ол жерде жерді ай айналу қажет еді. Яғни бұл жерде жауабы С варианты болады. Қарап тұрсаңыздар. Енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмада бізде берілгені күн жүйесіндегі ғаламшарлар, жер тобы ғаламшарлар және алып ғаламшарлар деп 2 топқа бөлінеді. Қай ғаламшарлар қай топқа жататынын көрсетіңіз деген. Жер тобына жататын ғаламшарлар бізде бұл Меркурий, шолпан, жер, Марс. Алып ғаламшарлар деп отқанымыз бұл жерге бұл Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун ғаламшарлар жататын. Үшінші тапсырмада бізде жердің орналасуына сәйкес Қазақстандағы жыл мезгілдерін суретте көрсет деген. Қарап тұрсаңыздар, бізде сағат тіліне қарама қарсы. Бірінші бізде көктем, жаз, күз, қыс мезгілдері орналасқан. Жыл мезгілдерінің өзгерісін түсіндіріңіз деген. Жыл мезгілдерінің өзгерісі бұл жердің орбита бойымен күнді айнала қозғалуына байланысты болады. Міне балалар, біз осымен 3 тапсырманы аяқтап болдық. Сіздермен бірге талдадық. Алдағы БЖБ-дан жақсы баға нәтиже көрсетулеріңізге тілектеспін. Алдағы сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.